Назерке апай дал түскен қызық болды ғой. Айтпаш білең тіпті жаным ашып кетті ғой апайға. Түсінбейміз. Санчоға десе неғып біздің апай есі жоғалтып алады? Потому что он сондай красавчик. В таком привлекательном образе это мечта любого мужчины. Даже мен сол сияқты болғым келеді. Ой, қойшы, Тияз. Бұл жерде әркімнің талғамы рөл ойнайды ғой. Ол кісі Қайпанның мұғалімі негізі. Дене шынықтыру ма? Жоғы Жаня, Құмаш дене шынықтыру ағалардың өткенген қашан көрдің? Психолог деді ғой апай. Бірақ шында да жігіттің төресі ғой. Қыздар жігіттер айтыңдаршы, Енді ол жағынан мойындаға болады. Ақылдары қолынан барлығы келеді. Қысқасы, 8 қырлы бір сырлы екен. Оның шын аты кім болды екен? Бәрі Санчо деп қана айтады ғой. Енді Санчо болса толық аты Санжар ма, Санат па, әлде Самат па, сондай шығар? Или вообще не пойдем, Жұмабек болып шықса ма? Біздің клип тұрсымыз жақсы ғой. Апай не болып жатыр ана жақта? Ой, Женя, не болды саған? Мы только что в медпункте, зачем были? А, точно. Басым ауыр не көрінді маған? Жарайды енді, ондай болып тұрады. Қазір бәрі есеңгіріп жүр. Жүріңдер, сыныбымызға барайық. Шаршап кеттім, үлгердім ба әйтеуір. Қалай, кино ұнап жатыр ма? Құрметті достар, бұл кинода күшті бір конкурс жасырылған. Шарттарын орындаңызда ақша табыңыз, ал шарттары описаниеде. Сәттілік. Балалар! Ой, құрбым, сен оның қандай жігіт екенін білмейсің ғой. Ол сондай көрікті ғана емес. Басқа да қырлары бар ғой. Иә, түсінем, бірақ соншалықты тауқаларды емесі. Ой, мен оны көргеннен талған жоқпын деймін. Тура сол кезде көзім ауыртып кетті. Әйтпесе басқа да кездер көріп жүрмін ғой мен оны. Түсіндім. Сен оған қараған басқа көздерден қызғанып, жүрегің қатты соғып, тауып қалғансың ғой. Егер соншалық қатты ұнаса, барып бетіне айтсайшы. Сен қызықсың бар ғой. Айтпайтын жоқ. Мен қыз емеспін ба? Жігіт ретінде оны өзі маған қараған қалаймын да. Сонда не істейсің қарамаса? Сұлулығына тамсанып жүре бересің ба? Ол жағын білмеймін енді. Бірақ жігіт бола тұра ол маған өзі жақындамаса, мен қайтем оған жауыз. Жақсы. Мен сабағыма барайын. Осындамын. Совет керіпсі сұрап тұрыңыз. Санчоға Назерке бай қарай екен. Ой, қыздар, кешіккеніме ай өтпеңдерші. Сырқаттанып қалып едім. Апай, сіздің қалай ауырып қалғаныңызды бүкіл мектеп байқадық. Иә, және ол не себептен екенін білеміз. Санчо ағайдың. Шолпан, аздап басым айналып құлап түстім. Бар болғаны сол ғана. Назерке апай, біз осы уақытқа дейін сізбен ештеңе жасырмайтын сырлас болып келеміз емес пе? Шыныңыз айтыңыз, Санчо ағай жақсы көресіз ғой, ә? Ой, қыздар, қойыңдаршы құрсын. Айтпақшы, ұлдар қайда? Саламатсыз апай. Сіздің оқушыларыңыз ба? Жаңа ғана далада ойнап жүр екен сабақ уақытында. Сол себепті осында алып келдім. Не істейсіз? Отырғызасыз ба әлде жазалайсыз ба? Балалар, кіріп отыра беріңдер. Мына кісіге не болған? Назерке апай, таңертең бері ойнап отқан жоқ. Не үшін? Она, кажется, влюблена, сол үшін осындай. Кімге, маған ба? Иә. Жоқ, басқа сияқты. Жарайды, жақсы сау болыңыз. Бұзып қалмаңдар. Сізге көмек қажет емес пе, апай? Так, балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Қай жеріне келіп едік? Апай, біз әлі сабағымызды бастағанда жоқпыз ғой. Ой. Так, не істеп тұрсыңдар? Отырыңдаршы орындарыңа. Жайғасыңдар.
Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Негізі Санчо ағай мен Назерке апай жарасады, қалай ойлайсыңдар? Шолпан, бір нәрсені біліп айтатын, бірақ сен жасында бұндай әңгіме айтып әлі ерте емес па? Қызықсың сен Азат. Өзің 21 жаста көкем ұқсас сөйледің ғой. Бұға дейін басқаша әңгіме айтып жатыр едің. Жоқ, расында да достар, Шолпан дұрыс айтады. Назерке апайға қандай көмек бере аламыз енді? Ойланыңдаршы. Назерке апай осы уақытқа дейін бізбен сырлас болып және талай көмегін көрсетті ғой. Енді біздің де кезегіміз келді. Қыздар, я мен сенімен келісем. Назерке апай, жасы, жүрегі жұмсақ, мейірімді, бірақ оның сырт келбеті де ойнайды ғой. Санчо ағай оған қарамайды. Нұрдәулет дұрыс айтты. Санчо ағайдың орнында болсам, я бы тоже смотрел на ее внешность, потому что ее внешность не привлекает адамды. Не істейміз енді? Байқұс апайды көрдіңдер ғой, бір күннің ішінде бірнеше рет алып қалды. Походу мен таптым десеуге болатын. Короче, апайды бояндырып, киім үлгісін дұрыстап, таңдауына көмектесейік. Солай бірдеңке істей алатын сияқтымыз. О, давай. Онда ертең сабаққа боянатын заттар алып келейік. Ары қарай көре жатармыз. Давайте. Все, дайте. Пока. Апай, тоқтаңызшы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ма? Ой, қыздар, ертеге болыпсыңдар ғой бүгін. Апай ешкім көрмейді, жерге барайықшы. Не болып қалды? Осы жерде айта беріңдер. Не болғанда сіздің Санчоға қол жеткізуіңізге көмектесек деп шешкенбіз ғой. Қыздар, былай істейікші. Сендер маған бола басқа тұрмай, одан да жақсылап сабақтарында оқыңдар. Сосын сендер ондай әңгіме айтуға әлі кішкентайсыңдар. Ойла апай, біз сізге жақын құрбыларыңыз ретінде жақсы болғаныңыз қалап жүрсек, сіз бізді әлі бала көреткенсіз ғой. Бопты көреміз. Көретін ештеңесі жоқ. Сосын мен дұрыс әңгіме айтып тұрмын ғой. Ендеше апай, мен де сізге бір дұрыс нәрсе айтайын. Санчо ағай мына түріңізге қарамайды. Түр басыңызды ретке келтіру керек. Қыздар, әлі сабақ басталуына 15 минут бар екен ғой. Асханаға барып келейікші. Кеттік. Не? Расымен солай ма? Алшы. Не болды, апай? Ашыл сияқтысыз ғой. Бір өлең жытты ма? Ештеңе болған жоқ, дұрыс бәрі. Қалсаңыз сізге көмектесе аламыз. Өйткені біз жігіттерге не ұнайтынын білеміз ғой. Короче, апай, менде отличная идея бар. В общем, когда вы Санчо ағайды встретите... Диас, қоя тұршы Санчоны. Айналайын, сен қашан таза қазақша сөйлеп үйренесің осы? Ну, апай, үйреніп келе жатырмын ғой. Чуть қалды таза сөйлеуге. Нужно сама объясни апайға. Жасың айтпаға, апай. Келесі жолы Санчо ағай сізді көргенде сызылып тұрсаңыз, ол сізді оны атып қалуы мүмкін дейді. Бірақ ол үшін сізіңізде, киіміңізде өзіңізге жарасымды болу керек. Әйтпесе бекер болып қалады. Так, балалар, болды енді қойыңдар. Сендер жастарыңа жетпей не білуші едіңдер? Сабақтарыңды оқыңдар одан да. Әзірге ешкім көмегіне мұқтаж емеспін. Қане, кітап дәптерлерін шығарыңдар, сабақ бастайық. Апай, до начала урока еще 15 минут есть. Тем более әлі қыздар да әлі келмеді. Жақсы киімсіз. Бәрі бекер деп қояды ғой маған. Керек болса, мен оны осылай да қарата аламын. Көресіңдер. Мына іс-әрекетіңіз өзіңізге жарасады деп ойлайсыз ба?
қойсаңшы болды. Ой, апай, сізге айтып қалдым, мен сырт келбетіңіз реттемесеңіз, қылықтарыңыз ешкімге жарамайды деп. Сендер не? Мен аңдып жүрсіңдер ма? Айттым ғой ештеңе керек емес деп. Ендеше неге біздің айтқанымызды тығып алып, бұлжытпай орындап жүрсіз? Ол жай ғана кездейсоқтық. Апай, жешер давайте будем честными друг с другом. Сіз өзіңіз айтқандай, жас болғанымызбен қазіргі заман талабын жақсы түсінеміз ғой. Иә, біз сізге шын көңілмен көмектескіміз келеді. Өйткені күнделікті сіздің қалай күйзелісте жүргеніңізді көру бізге оңай емес. Апай, өзіңіз айтушы едіңіз ғой, адамның жүрегі қалаған нәрсені орындамайынша жаны тынышталмайды деп. Иә, дұрыс қой енді, бірақ Болды апай, ешқандай сылтауыңыз қабылданбайды. Ертеңнен бастап сіздің стиліңізбен айналысатын боламыз. Дайындалып келіңіз. Ей, не істеп тұрсыңдар? Есіктің алдында. Сабаққа кірмейсіңдер ма? Біз сабақта осындай ойын ұйымдастырғанбыз. Иә. Жарайды. Шулап кетпеңдер. Жарайды ма? Жарайды. Жарай, сен ұнша сылтауды күшті лаптаптың, сәл оны ұсталып қала жазады қой. Иә. Стойте, апай, подождите, подождите. Былай тұршы. Оп, блин, пропустил. Өлі, апай, сізді мұнда кім кіргізген? Кішкене тұра тұрмаңыз ба? Қыздар, былай тұрыңдаршы, мен апайларыңа бір нәрсе сұрайын деп ем. Өлі, мынау не сұмдық? Тойға дайындалып жатсыңдар ма? Не бәлем мынау? жоға бір сабақ бойынша бір эксперимент жүргізіп жатқанбыз. Қыздар ұрсатын болды ғой. Иә, плотно таяқ жейміз. Иә, айтпаш. Жарайды, бір нәрсе сұрайын деп ем. Кете берейін. Жақсы апай, сау болыңыз, ешкімге айтып қойып жүрмеңіз. Кір. Тез. Мә, сендер шем, не қарап тұрсыңдар, ұят болды ғой? Ой, ана кісіні ашайға қамай кіріп кетті. Тоқтат, үлгере алмадық. Енді ол кісі бүкіл мектепке жаятын болар. Сондай бар еді оның. Апа, человек должен игнорировать мнение других людей, чтобы достичь своей цели. Так что продолжайте. Сендер дайын болғанша біз жоспар құра берейік. Кімде қандай идея бар? В общем, когда вы увидите Санчо Агайды по дороге домой... Назерке апай, сізге бәрі түсінді ғой, иә? В общем, когда вы увидите Санчо Агайды, поздоровайтесь с ним и скажите, что вы свободны. Диас, түсіндім бәрін, болды. Бар. Сау болыңыз, апай. Жақсы, сау. Санчо, Ау, қалайсыз? жақсы, өзіңіз қалай? Жақсы. Не қылса менің қолым босады? Сомен. Енді жалғыз өзім шай ішкенге тәбетім тартпай тұрғаны. Ренжімеңіз. Менде шай ішетін уақыт жоқ. Егер қаласаңыз, бір досым бар, бос. Сонымен таныстырайын. Жоқ, керек емес. Тәбетім ашып кетті. Жақсы, сау болыңыз онда. Сау болыңыз. Че там дей? Сөйтіп сен көтпей қалды ма? Ойындама, Тоғжан. Жігіттерге ұнайтын жеті қасиет бар.
Бірінші өтпесе, екіншісі бар. Жарайсың де, сен таза қазақша сөйлейтін бопсың ғой? Оны қоя берші. Сенде қандай план бар? Менде Иә. Мынандай идея бар. сіз қазір Санчоға ең тәтті қылыңыз көрсетуіңіз керексіз. Дайынсыз ғой, иә? Дайынмын. Бірақ Тоғжан, мен өзімде бұрын соңды болмаған қылықты қалай жасаймын? Енді өзіңіз бір амал тапсаңызшы. Тоқташы, ұят болып қалмайын ба? Үй, апай, қайда ұят? Ай, мына кісі ден дұрыс қылық жасамапты ғой. Ой, Тоғжан, қарап тұрамын деп кетіп қалғаның не? Ағай, мен көрмесін дедің. Қалай, нәтиже бар ма? Жоқ, бетіме қарап мысқылдап кетті ғой. Уайымдамаңыз енді, апай, бәрі жаймен болады ғой. Қош құрсын, өзімді оның алдында ешкім бестей сезініп қалдым ғой. Енді сіздің көркіңізге ақылыңыз сай екенін білдіру керек қой. Ол үшін бүйту керек. Апай, сіз осы жерде күте тұрыңыз, мен қазір көріп келем ағайды. Ағай, ана жерде кітап оқып отыр. Сіз білесіз, мен бәрін айттым. Давайте, сәттілік. Охо, сіз зарлық пен мұңлықты оқып отырсыз ба? Байқауымша, сіздің мамандығыңыз психолог болса да, сізді махаббат оқиғалары қызықтыратын сияқты ғой, иә? Иә, арасында қолым босса кітап оқып отыратыным бар. Ендеше мен сізге Боз жігіт дастанын оқуға кеңес берем. Ол жақта Боз жігіт пен Қарашаш сұлудың пәк сезімдері өте әсерлі берілген. Сол дастанда Боз жігіт пен Қарашаш қай қалада болған деп айтылған не? Қателеспесем, Қызылжар қаласы, демек қазіргі Петропавл. Сол қос ғашық бір-біріне қалай ғашық болды? Енді олар жаңағы жайлауда мал бағып жүріп бір-бірін ұнатып қалып, содан махаббат сезімдері. Біріншіден, ол дастанда қос ғашықтың тұрған қалалары аталмаған. Екіншіден, олар бір-бірін тек түстерінде көріп ғашық болған. Иә, не айтпақшы, мен шатасып кеттім. Кедергі келтірмей қойыңыз маған, жақсы ма? Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Рахмет, шолпанын жазып алдым. Оқаш жоқ. Сондағы тек қана матч емес, тағы ақылды болып тұр ғой. Енді не істейміз? Менде мынандай бір идея бар. Жалпы ер адамдардың тағы бір жақсы көретін нәрсесі, бұл әйел заты оның барлық айтқанын тыңдап бойсынған қалайды емес пе? Содан? Содан дегенде шолпан, апай оған өзіңіздің бір сәт төмен екендігін көрсетіп, жай ғана айтқан күлімдеп қана орындау арқылы жүрегіне жол табады. Ол қалай болады? Ол былай болады. Ағай, міне осы кісі барлығын біледі, оған айта беріңіз. Рахмет. Нұрдәулет не деді, түсінбедім?
Мен оған кофе дайындап берші деп едім, мен дайындай алмаймын деп сіз шақырған сияқты ғой. Жарайды. Дайындап бере салам ғой, не тұрыпты? Мен кофемді ішпепсіз, бұл дүнияға келмепсіз дегенді мен шығарған ба? Не дейді? Көрейік ендеше. Рахмет. Сүті жоқ па? Қазір. Сәл қоюлатып алып келіңізші. Рахмет. Қанды жоқ па? Суып қалған сияқты, суды бір қайнатып жіберіңізші. Бүйтіп мені әкемді жұмсамаған шығар. Сіз деген сәл қиындау екенсіз. Ашуланса өзінің бір тартымдылығы бар екен, Жарайды, ішейік. Екеуі тағы да тіл табыса алмады. Апайдың шыдамы таусылып кетті ғой аяқ жағында. Сонда Санчо ағай сәл болса да жылқабақтанып ма? Соңында кішкене жымиғандай болды, бірақ оның өзі жеткіліксіз ғой. Меніңше Назерке апайға еркек жетіспейтін сияқты. Сондай бір әрекет жасап көрсін де. Мысалы? Мысал көп қой енді. Бірақ қазір мен басыма мынандай бір ой келіп тұр. Санчо ағай осында жүр. Ары қарай не істеу керегін өзіңіз жақсы білесіз ғой. Давайте сәттілік. Давай. Сізбен бір партия ойнасам, қарсы емессіз ба? Қарсымын. Сіздің ойнай алатыныңызға күмәнім бар. Және де қазір мені жеңіп қалсаңыз, әрі қарай зауқым соқпай қалады ойынға. Оныңыз қызық екен. Кедергі келтірмей қойыңызшы, жақсы ма? Негізі, менімен бір ойнасаңыз, жақсы болады. Сіз қазақша түсінбейсіз ба? Адам ұқсап айтып тұрған жоқпын ба? Кедергі келтірмей қойыңызшы. Өтініш. Түсінікті? Грубиян екенсіз. Санчо ағай қыз баласына қарайтын адам ба өзі? Не деген қатып қалған кісі? Назерке апай музасы болып шабыттандыру керек шығар мүмкін. Қайдағы муза тіпті көзіне де ілінбей жатыр емес пе? Оны елдің көзінше мақтап, жеткен жетістіктері үшін қуанышты көзбен қараса және соңысымен мақтан тұтса, шабыттана түседі ғой. Бірақ сенікі де жөн сияқты. Енді неден бастауға кеңес бересіз? Білімше Санчо ағай. Содан? Әне отыр, әне. Ой, Азат, адам көп қой мына жерде. Қайта жақсы ғой, бізге керек осы емес па? Көрініс қысылмаңыз, мен ана бұрыштан қарап отырамын. Давайте. Сәттілік.
сіз сондай еңбекқор жан екенсіз. Сізге риза болдым. Рахмет көп. Сіздер білесіздер ма? Санчоғай мектептегі ең ақылды, еңбекқор, жанашыр, сондай керемет жан екен. Рахмет. 8 қырлы, бір сырлы. Ер азаматтар үлгі тұтарлықтай. Нағыз ергелбет ер азамат қой. Рахмет. Жоқ, енді оған қоса, бұл кісі сондай көрікті ғана емес, адамгершілік жағынан да, кішіге ізет, үлкенге құрмет жағынан да мықты ер азамат қой. Рахмет көп. Болдыңыз ба айтып тұрыңызшы бұл. Жоқ, енді Санчоғай, Ой, нені? сіздің сондай керемет жан екеніңізді. Қойшы болды өтініш. Сондай ұялшақ өзі. Қалайсыңдар, Жания? Жақсы. Кезер келтірген жоқпын ба? Жоқ, апай, келіңіз. Күшті болды ғой. Санчо ағайдың түрін көрсе ана жерде. Ой, апай. Әппеден басып келе жатқан шамадан түселіп кеткеніңіз не? Өз қуық шықпайынша тоқтамадыңыз ғой? Қайта сол дұрыс болды. Мен әдейі істедім. Түрін көрсеңдер ғой, ұялған. Қызық болды. Түрін көрген жоқсыңдар ғой жақыннан. Қызық болды. Бұлай жалғаса беретін болса, өзіңіздің абыройыңызды сұра аласыз. Олай болмайды. Иә, апай, Азат дұрыс айтады. Сіздің осы уақытқа дейін істеп келе жатқан әрекеттеріңіздің барлығына шындық жараспады ғой. Сол себепті бәрі жасанды болып көрінді. Сізге барлығын шынайы жасау үшін айнаның алдына отырып алып, онымен жақсы жұмыс істеу керек. Иә, ол қасиеттер сіздің бойыңызға автоматтандырылған кезде Санчоғай өзі-ақ сізге қарайтын болады. Тіпті бойыңызға харизма пайда болып, бояусыз да әдемі боласыз. Жақсы, жарайды онда. Қазір қандай сабақ болады? Орыс тілі. Жақсы, онда сабақ біткесін, далада көп қаңғымай, үйге қайтыңдар. Жарайды, апай, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңдар. Не істеп аласың? Математикадан үй тапсырмасын орындауға үлгермей қалдым. Сол себепті үй тапсырмасын орындап жүрмін.
Бой, апай. Не деген образ мынау? Қалай? Күшті ма? Күшті ғой, бірақ мына бөлмеге не үшін кіріп кеттіңіз? Ана Санчо ағайды көрген кезде ше, сасып қалмасын бар ма? Содан мен де оның қасынан менсінбей өзінше болып өтіп кетейін дегенмін. Ұят болатын болды ау. Мына бөлмеге ешкім кірмейді да ғой. Қалай болғанда да жарайсыз апай, қатырдыңыз, бәрі шок болып қалды ғой. Образ вообще огонь, апай. Как держать, не содержайте свои ценности. Сен бала түзеліп келе жатыр едің. Қайтадан құрыпсың ғой? Я растерялся, айып болмасын. Біздің де үлесіміз бар шығар, я. Қаншама уақыт талпындық қой. Әрине сендердің үлестерің бар. Балалар, сендерге рахмет. Сендер болмасандар, мені бұлай шабыттандырмасандар. Мүмкін өзгермес те едім бұлай. Сынып жетекшіміздің ең сұлу, ең әдемі болып жүргені бізге де жақсы ғой. Не дегенмен жарадыңдар. Сендер тек қана мен жай сыныбым ғана емес, командамсыңдар ғой. Рахмет сендерге. Қой, балалар, кабинетке бара беріңдер, я? Мен арттарынан барып. Барыңдар. Балалар, Назерке апайларын көрдіңдер ма? Адам танымаса өзгеріп кетіпті. Айтпаңыз, апай енді сізге қарамайды. Қарамайтын қыз болмайды, қаратылмайтын жігіт болады. Осы сөзді естіп пе едіңдер? Ол сөзді біз білгенімізбен еш пайдасы жоқ қой. Өйткені Назерке апай сізді қаратам деп қаншама әрекет жасады. Сіз үшін қызын сұлу бетіне болған маңызды болды ма сонда ағай? Жоқ, енді мен өзім жан таза, ибалы, ақылды қыздарды құрметтеймін. Енді неге біздің Назерке апайымызға көңіл аудармай қойдыңыз? Ол өзіңіз айтқан адамдардың қатарына жатпайды ма? Жоқ, енді ол кісінің іс-әрекеті маған ұнаған жоқ. Она пыталась вам понравиться, но уже поздно. Ол осы уақытқа дейін сізге қалай ұнасам болар екен деп бәрін салып тұрсыз. Енді оны сізге деген бір тамшы да сезім қалмады. Балалар, онда былай істейік. Сендер маған көмектесіңдер. Маған қарағанда апайларын жақсы білесіңдер. Көмектессеңдер, сыйлық менен. Жақсы ағай, сіз өз қателігіңізді түсінген екенсіз. Сөзіңізді жерге тастамайық. Ендеше бұлай істейсіз. Тыңдап алыңыз. Онда жайша келдік па? Қазір директор сабақта жоқ екенімізді білсе, оңдырмайды ғой. Қазір қызық болады апай, күте тұрыңыз. Бір күн ұрсесте ештеңе етпес. Сіз осы уақытқа дейін талпынып әрекет жасадыңыз. Енді сізге соны Құдай нәтижесін берейін деп тұр. Назерке апай, сізді келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Мынау сізге. Негізі мен туылған күнім көктемде еді. Еште кетпейді. Негізі, Назерке апай, осы уақытқа дейін сізді ренжіткен жерім болса, кешірім өтінемін. Негізі мен сіз ойлағандай адам емеспін. Не істейміз, балалар? Ай, ағай, саспайды екенсіз. Риза болдым сізге. Апа енді сөз тапқанға қолқа жоқ демей ма? Өзіңіз көріңіз енді. Негізі, мен жауабымды балаларға айтып қойғам. Бірақ дегенмен біраз ойлануым керек. Апай, уақыт созбайсыз ба? Как говорится, какой привет, такой ответ. Не істедіңдер, балалар? Бүкіл жоспардың бытышын шығардыңдар ғой. Не дейміз ағай? Көрдіңіз енді. Алдадыңдар деп ренжімеңіз. Барлығы сіздер үшін ғой. Не істеп болады, балалар? Енді апайымыз ұзақ ойланады. Сабыр сақтап төзімен күтуіңізге тура келеді. Басқа қандай идея бар? Ағай, басқа идея қамат. Идеяның барлығы сіздің тарапыңызда кетті ғой. Жарайды, біз сабаққа барайық онда. Қандай сабақ? Назерке апайдың сабағы болып жатыр. Жақсы ағай, сізге сабыр берсінші.
істейміз күшік. Тағы да барамыз ба, кешірім сұрауға? Ай, қыздар, жарайсыңдар. Одним словом все решили. Жігіттер жағы да қарап қалмады ғой. Так, балалар, жиналып болдық па? Сабағымызды бастайық, иә? Шолпан, тақтаны сүрте салшы. Нәзірке апай, уақытыңызды алғаныма кешірім өтінем. Не болды сізге? Мен айттым ғой, біраз ойланамын деп. Негізі сіз бола ма? Өзім табиғатымнан шыдамсыз адаммын. Маған тұрмысқа шығасыз ба? Білмеймін енді, скорее всего, жоқ дейтін шығармын. Мен сізді өмір бойы алақанымда ұстап аялап өтемін. Енді сізді бекерге қинап қайтейін. Осы уақытқа дейін де сосып келдік қой біраз. Сонымен, иә. Айтпақшы ағай, сіздің осы шын есіміңіз кім? Айтсам, күлмейсіңдер ма? Жоқ. Менің азан шақырып қойған есімім Ақерке. Неге олай? Кім қойған? Енді әжемнің баласымын. Үйдің кенжесі болғаннан кейін әжем еркелетіп Ақерке деп қойған. Онда неге сізді бәрі Санчоғай деп атайды? Сымбаттымын ғой? Ағайдың самооценкасы ұрып тұр ғой. Онда Санчоғай емес, Мачоғай деп атайық та. Онығы тұршы мына сәйкестікті қара. Ал Ақерке мен Әзірке үйлен той құтты болсын десе қалай болады?